Мына берілген теңдеулер жүйесін шешеміз. Оны шешу үшін ең алдымен мына жақшыларды ашып алуымыз керек. Бірінші мынау 3х минус 2 деп басталатын осы теңдеуімізді жақшаларын ашып алайық. Бірінші жазып алайық. Берілген 3х минус 2 минус 2 y плюс 1 тең минус 16. Енді біз білеміз, мындай жақшаның сыртындағы тұрған мүшені жақшаның әрбір мүшесіне көбейту керек, ашу үшін. 2-ні мысалы y-ке және 1-ге деген сияқты. Ары қарай шығарайық. Енді осы жерде тағы бір нәрсе, ол мынау жақшалардағы таңба. Яғни плюсты плюсқа көбейтсек, бізде плюс болады. Плюсты минусқа көбейтсек, минус болады, немесе минусты плюсқа көбейтсек, минус болады. Ал минусты минусқа көбейтсек, плюс болады. Осы ереже бойынша жақшаларды ашайық. 3 көбейтілген x плюс 3 пен минус 2 минус болады. Минус 3 көбейтілген 2 минус 2 көбейтілген y минус 2 көбейтілген 1. Минус себебі минусқа плюсті көбейтіп жатырмыз. Яғни минусқа плюсті көбейткен кезде 1 болады. Сонда минус 16. 3х минус 2 y деп белгісіз мүшелері барларды бөлек жазып алайық. Енді мына жаққа сандарды жинаймыз. Минус 6, 3-ті 2-ге көбейтсек, 2-ні 1-ге көбейтсек, минус 2 тең минус 16. Сонда 3х минус 2y минус 6-ға минус 2-ні қоссақ, минус 8. Минус 8-і теңдіктің арғы бетіне өткізуіміз керек. Бірінші жазып алайық. Енді минус 8-ді теңдіктің арғы бетіне өткіземіз. Теңдіктің бергі бетінде минус тұрса, арғы бетіне плюс болып өтеді. Ал егер плюс болса, арғы бетіне минус болып өтеді. Яғни қарама қайшы таңбамен. Сонда плюс 8. Ары қарай 3х минус 2y тең минус 16-ға 8 болсақ, минус 8. Міне біздің шыққан бірінші теңдеуіміз. Енді екіншісін берген жерде 5х минус 3 қосылған 8 y минус 2 тең 51. Алдындағыдай дәл осылай екіншісінде жақшаларды ашып, қысқартатын қысқартып істеп аламыз. 5 көбейтілген x минус 3 көбейтілген 5 қосылған 8 көбейтілген y алынған 8 көбейтілген 2 тең 51. 5х пен қосылған 8y бергі бетке жинайық. Минус 15, 3-ті 5-ке көбейтсек, 8-ді 2-ге көбейтсек, минус 16, минус 16 тең 51. Сонда 5х қосылған 8y минус 15-ті 16-ға қоссақ, яғни 2-ні қоссақ, минус 31 тең 51. Сонда 5х қосылған 8y 51, минус 31-міз теңдіктің арғы бетіне плюс 31 болып өтеді. Сонда 5х қосылған 8y тең 82. Мынау біздің екінші теңдеуіміз. Енді мынау ұзын теңдеулер жүйесін қысқа түрінде жазайық. Жазамыз. 3х алынған 2y тең минус 8, 5х қосылған 8y тең 82. Енді осы жерде біз мынаны алдындағы есептердегідей шығарған. Осының алдындағы есептерде естеріңізде болса, алдында еселіктері 1-ге тең белгісіз мүшені
табуға тырысатын едік. Ең алдымен бұл жерде қараңыздар, бірге тең ешқайсысы жоқ. Біреуінде 3, 2, 5, 8. Сол үшін бұндай кезде мынандай жол бар. Оны жазу үшін мына жерге 2 дик белгіген жазып алайық. 3х минус 2y тең минус 8. 5х плюс 8y тең 82. Енді осындай кезде мына 2, мынау және осы 2 теңдеуді қосамыз бір-біріне. Қосқан кезде, мысалы қараңыздар, 8х мына екеуін қоссақ 6y тең жаңағы 76 шығады, 74. Бірақ бұл үйтіп қосқанда ештеңе ұтпаймыз. Себебі 2 мүшеміз де қалады. Ал бізге мысалы мына жерден егер 8y болса, 3x қосылған 5x мынау 8x болады, 8y жаңағыдай минус 8 қосылған плюс 8 ол 0 болып кетеді. Бізге сондай 0 болып кететін жағдай керек. Немесе x-ті, немесе y-ті 0 қылып жіберетіндей. Бұл жерде 0 қылып жіберу үшін мына бізде 2 болып тұр ғой. Осыны 8 қылу үшін не істейміз? 4-ке көбейтсек болады. Енді аламыз мына жақшаны, мына теңдеуді екеуінде екі жақты 4-ке көбейтеміз. Ол дегеніміз бетеп жазайық. Көбейтеміз 4-ке. Сонда 3х минус 2y көбейтілген 4 тең минус 8 көбейтілген 4. Сонда бәрібір екі қысқарып кетеді. Ешқандай разницасы болмайды. Екі жақты да көбейткеннің ешқандай қателік жоқ. Сонда жақшаны ашамыз. 4 көбейтілген 3х минус 4 көбейтілген 2y тең минус 8 4 көбейтсек минус 32. Сонда 12х минус 8y минус 32. Енді астына екіншісін жазайық. 5х плюс 8y тең 82. Енді осы жерде мынау 2 теңдеуді бір-біріне қосамыз. Сонда 12х-ға 5х қоссақ 17х, минус 8y-ге плюс 8y-ді қоссақ 0 жазбай қояйық. Ал 82-ге қосамыз минус 32-ні. Сонда 17х тең 82-ге 32 минус 32-ні қоссақ, яғни алдына де 50 қалады. Сонда x-іміз 50 бөлінген 17. Мына біздің жауабымыз шықты. Енді y-ті қалай табамыз? Y-ті кез келген біреуіне қоя саламыз. Мысалы, мынаған қойсақ болады. 3х минус 2y бұл бізде үшінші жолымыз. 3х минус 2y тең минус 8. Ал x-ның орнына мынау өзінің мәнін қоямыз. 3 көбейтілген 50 бөлінген 17 минус 2y тең минус 8. Сонда көбейткен кезде үстіне көбейтіледі. 150 бөлінген 17 алынған 2y тең минус 8. Мынау 2y пен минус 8-ін 2y-ді теңдіктің ары бетіне, минус 8 бері бетіне өткізейік. 150 алынған 17 минус 8 плюс 8 болады. Ал минус 2y плюс 2y болып өтеді. Сонда ортақ бөлім берейік. 17 болады. 150 қосылған 8-ді көбейтеміз 17-ге. 8 17-ге 136 бөлінген 17 тең 2y. 150-ге 136-ны қосамыз. 286 бөлінген 17. Мына жерге y-ті жалғыз қалдырып, x-ін төменге жіберсек болады. Сонда y тең 286-ны 2-ге бөліп жазсақ болады. Жаңағыдай 2 мен 2 астымен үсті қысқару үшін, яғни 143 көбейтілген 2 бөлінген 17 көбейтілген 2 деп жазсақ болады. Сонда 2 мен 2 қысқарады. 143 бөлінген 17 болып қалады. Бұл дегеніміз 143-ті 17-ге бөлсек 8 бүтін бөлігі бар, е? 143-ті 17-ге бөлгенде
8 қазір мына жақта калькулятормен дұрыс шықты ма деп бір тексеріп жатырмын. 8 бүтін бөлімі. Ар жағында қалдық 8-ді 17-ге көбейтсек 136, 143-тен алып тастасақ 7 қалдық. Мынау біздің екінші жауабымыз. Енді мына жерде x-ті дұрыс қылып жазып көрейік. 50-ді 17-ге бөлсек бізде 2 бүтін, ар жағында қалады 17-ні 2-ге бөлсек 34, 50-ден алып тастасақ 16. Сонда біз мына жерге жауабын жазайық. Мынау да біздің жауабымыз. Жауабы бірінші x мән жазамыз. 2 бүтін 16 бөлінген 17, 8 бүтін 7 бөлінген 17. Біздің есебіміз шықты. Түсінді деп ойлаймын. Тағы түсінбеген жерлеріңіз болса, маған айтыңыздар. Рахмет.